Кайырлы түн, достар. Теңжелетіп, вишнядан, сосын өріктен компот қайнатып жатырмын. Балаларға ертеңге дайындалып беріп отырмын. Содан кейін мында түскі тамаққа осылай куриный суп дайындап жатырмын макарочкадан. Ертең кішкене жұмысым жеңіл болсын, деп әйтпесе целый день кухнядан шықпаймыз ғой. Кішкене вишнямен малина еп жатырмын. Балам фрукты жегісі келіп жатыр, теңжелетіп үйде. Еш нәрсе қалмаған ғой. Сол магазинден алып шығарып маслап берейін деп жатырмын. Компотты 10 минуттан артық негізі қайнатуға болмайды. 10 минуттан артық қайнатсаңыздар уже пайдалы витаминдердің бәрі кетіп қалады екен. Қазір мен қантын салдым. Қантын салып, қазір 10 минут қайнайды, содан кейін өшіріп тастаймын. Компоттың түсі әдемі болып шығу үшін тағы кішкене ғана осындай каркадай қосып жібереміз. Сол кезде қайнағаннан кейін дайын болады. Компот сол кезде цветі әдемі болып шығады. Бұл жерде бізде вишня болғандықтан өзінің де түсі әдемі болу керек. Просто өріп қостым ғой. Қазір қанық қызыл түс шықпайды, өйткені сары түс қостым. Тоже қайнақ түсі шығады. Сол кезде қызыл түсті жойып жібермес үшін кішкене каркадай қосып жібереміз. Қантын өте аз қосам. Баламда аллергиясы бар. Керек адамдар үстіне кішкене қант қосып ішеді. Міне түндегі компоттарым уже балалар ішіп жатыр. Біреусінде кішкене қанты көбірек, біреусінде қанты азырақ қылып жасап қойдым. Қанты азын балама берем. Диатезі бар, жара шығып кетеді, тәттісі көп болса. Амнаны басқа өзіміз іше береміз, қызым ішеді. Кешегі куриный картофельный супын ғой. Балама жетіп беріп жатырмын. Біз обедке пельмен істеп жеп, кеше обедте істеген пельменнен қалған. Соны ішіп алдық. Ұлым ет жемейді, ондай тесто жемейді, осындай кішкене вермишель жейді, картошка жейді. Тауықтың етін де жемейді. Үшеу кетіп қапты. Ол картошкасынан, сорпасынан, лапшасынан ғана жейді кішкене.